Biz sabahımızda birinci жаттығулардан бастаймыз. Жаттығу ол дауыс түрінде үшін тыныс алу, дұрыс тыныс алу үшін. Сіздің даусыңыз неге дұрыс шықпайды, неге даусыңыз өте әлсіз шығады? Себебі адам дұрыс тыныс алмайды. Тыныс алуды жөндеген кезде дауыс жарқын шыға бастайды. Енді оның тембрі өзгереді. Біз содан кейін әріптерге тілі келмейтін балалармен жұмыс жасап, немесе логопедтік қызметтер бар. Одан кейін жаттығу біткеннен кейін балалар үй тапсырмасын орындайды. Балалар әрбір сабаққа қызықты факт жаттап келу керек, сосын өлең жаттайды, әңгімені мазмұндайды, одан кейін мақал айтады. Сосын мен сұрақтар қоямын, баланы сөйлету үшін, ашу үшін. Сол сұрақтарға жауап береді, одан кейін соңында әр бала өзінің өміріне қызықты оқиғаларды балаларға қызықты деп жеткізеді. Сосын сабақтың барысында жаттап, барлығын қайталап, біз оқып отырамыз. Сосын ең соңында 30 минут, 1,5 сағат болады сабақ, 30 минут қалған кезде біз кітап оқимыз. Бәрі де ана. Бір өзімнен бастады. 80 жаздың алған сөйлем бастайды. Құландым ба, өзім бәрі құландым, жыларым ба, өзім жоқты. Бәрі жаңа бір өзімнен бастады. Сенде жатсын алған сөйлем бастады. Құландым ба, өзім бәрі құландым, жыларым ба, өзім жоқты бастады. Бір өзімнен бастады. Сенде жазды алған сөйлем бастады. Құландым ба, өзім бәрі құландым, жыларым ба, өзім жоқты бастады. Бәрі ана бір өзімнен басталды. Сенде жадым алған сөйлем бастады. Құландым ба, өзім бәрі құландым, жыларым ба, өзім жоқты бастады. Молодец. Өндіріс базар 2,4 метрден омен аталады. Мысалы, сендер қазақ жазында алса, омен шығамайды деп олай сөйлесіңдер. Бірақ ол сұраққа сендер өлтіре алады. Қалай дейді? Қайталаш?